Дыр бота. Жаңа жылға әлі 1,5 ай бар, бұлар уже өздерінің сыйлықтарын айтып жатыр. Не қалайым дейсің? Қазан, сковородка, посуда, 10 адамға сервировка андай. Маған білесің ғой, қазықтар келеді. Алтын сосын iPhone 17. Сен не үшін, кім үшін жұмыс істеп жүрсің? Өзім үшін. Мен YouTube'ға четкий видео түсіріп жатырмын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алла қаласа 1-2 аптаның көлемінде шығып қалады. Бүгін бастадық съемканы Алланың қалауымен. 2-3 күн түсіреміз. Аузыма тықсай. Ал мынау сізге. Рас па? Рас. Ой. Көрінбейтін iPhone мынау. Жалғыз сізде бар әлемде. Иә? Мысалы қоса жүрдік. Бәрі ойласын менде бар деп. Міне естіп сендер халық. Жон ақырын күлші. Енесі мен келіні қосылып ап. Әрине телефонын жанасы жақсы. Үйдің де жанасы жақсы. Көліктің де жанасы жақсы. Бірақ достың ескісі жақсы екен ғой. Досым. Мынау торт-портты білесіз ба, кеше біреу беріп жүрді сізге. Ертең как раз мама келе жатыр еді. Мен ойлағам, 1-2 печенье берейін деп жатыр деп. Істеріңіз жүре берсін ал. Все, сторисқа салып қоямын. Рахмет. Осы тортты беріп жіберген қыздарға көптен көп рахмет. Дәмі бой екен. Күшті расында. Ботамен қол күресетін қыздар болса жазыңыздар. Күресесің ба? Қорқақ. Бізде YouTube'ға съемка әлі жүріп жатыр, если что. Что там, пацаны, вы готовы? Да, капитан. Дайын тұр барлығы, иә. Нешеде шығамыз съемкаға? Қазір де шыға берсек болды, біз дайынбыз ғой. О, мынау қайдан шықты, ей? Қай сандықтан шықты мынау? Бізде мына жерде склад бар. Зиги чай. Қаладан зиги чай таба алмай жүрсеңдер, барлығы біздің үйде жатыр, потому что. Абрикос. Персик. Персик па? Салам алейкум. Алдында қарызым ба? Осындай достарым бар ма? Қарыз алады да сразу әкеп тастайды өздері. Жыртасың ғой, жыртасың. Біреуін таңда, сол сенікі болады. Да. Ё-моё. Ладно, еще. Енді бір шанс давай, бір шанс. Мамамын ғой. Тілеужан бауырымыз бүгін мамаға осындай сыйлық жасайын деп жатыр. Тема екен екен. Мынандай шыққан ба? Үстіне гүл ма еще? Жеңгеге берген сол мамаға берген. Банан шоколады, клубника в шоколады. Үстінде гүлі бар екен. Ой. Өмір сыйладың Андай Тілеужан заказ берген ғой мамаларға. Бізде дәмін көрейік көш. Қалай мам? Коробка істемей екен. Бота өзіне керегенді алқа, мен алып кетейін. Мен жемеймін. Неге жемейсің? Жемейсің бе точно? Алқасы Алып кетесің бе сен? Алдында Семейге осы байрамның ашылуына келе алмай қалғам. Осы жерде біраз адам болған сияқты ғой, командамды алып келдім осы байрамға. Банядан кейін қарны ашып жатыр, Алдында осының открытиясына келе алмай қалғам. Кәне, 2020-дағы Олжасхан болып тұрмын да. Жақсы брат, аман болыңдар. Сыйлыққа жүгіп келесің бе? Бота екеуміздің атымыздан сізге. Өзіңіз ашыңыздан. Сағат па не? Детский сағат. Сақа. Ат күшті? Бағанадан шыдап отырдым деп осыны бермей маған. 5000 теңгеге. 5000 теңге купон бар екен еще, но документациясымен полностью. Керемет. Бисмилля. Ух ты. Механический таза. Дәл тұра қалды ғой еще. Тойға киесі ғой, короче. Бұл Сақа брендінің основателі жас жігіт қой. Өзінің марқұм әкесінің атынан ашқан ғой. Берекелі болсын. Енді әке болмағаннан кейін әке орнына әке болып жүрген осы қайнатам, родной досым, бауырым. Адышып. Әкелеріне осы брендтан сыйлық сыйласандар болады. Өзіме осындай сағат алдым. Папанқы мынандай. Сендерге бір прикол айтайын. Мен мына сағатты қолыма тағып алсам, оказывается, мына қыздарский модель екен. Неге деп сұраңызшы, пап? Неге? Мына жерінде бота деп жазылып тұр ғой.
Сен Иә, саған саған арнап істеген ғой, типа мен қолыңда жүрсін деген сияқты. Ну, қыздардың модели емес па? Жоқ, қасым ма, мужскойны дәу ғынан қарасайшы. Ана сапасын көрсетіп қояды. Бұл брендтің основателі Қызылорданың жігіті екен. Ісіңізге берекет берсін. Өте керемет. Өзім сағатын өзім шешем. Молда, ой, модель. Модель екен ғой. Менің ботам домофонға қалай жауап береді? Қараңдар. Кто там деп айтады қазір, қараңдар. Біләм, ойдан шықты шошып кеттім ғой. Алдында алған парфюмім қайда менің? Бека, послушай вот этот запах. Алло. Да. Послушай. Қалай ол? Мына 3 иістен біреуін таңда саған хадия етем. Мынаған қараңдар. Қанша парфюм бар. Молдардікі емес қой жан. Сенікін ал. Бека бір өнеріңді көрсет осы орайда, давай. Ботаға берші, бота көрсет қазір саған конкретно. Бұның әкесі, бұның шешесі өнер адамы. Көрсетші кәне. Бірақ күй білеміз. Күй емес та жол. Өлең. Міне легенда, міне ұстазымыз келді домбырадан. Көрмес осы қолдар. Мынаны үйретсің? Досым, для себя на память. Досым, по-братски, досым. Суырып салма, Бека деген бауырым. Айтамын ғой. Давай, жоқ, бір көрші енді, бір талпынып, бір. Олжас қатата. Ал енді мен өлеңді жалғастырдым. Жалғастырмай Ой, білә, бітіп атыр қойш. Тоқташ, бір тема айтшы, бір тема. Шын жүректен шыққан сөзді құрастырдым. Құрастырып жатып мен сұрақ қойдым. Атауы өнер жоқ болсын да, әдейі істеп жатқан жоқпын ғой, келмей жатыр ғой. Айтынезін тема таппай жатырмын. Өмір жайлы. Қандай сынақ келсе дағы сынбадың ғой. Кезек қарсы тұрып тыңдадың ғой. Бір отбасы емес бір елдің баласы болып. Жарқырап оқыма шығып жатыр ғой. Қиын екен кәдімгі, тем более адамдардың арасында домбырамен айтсам. Ақыл менен ойың бір жерде бас қос. Тамыр болмады. Ева, көрдіңіз не деген талант мынау. Давай, досым, сен маған бір тема айт, мен бастайын. Мен жайлы айта берсейін. Сен жайлы ма? Бек Сұлтандай бауырымды сыйлаймын ғой. Жамандыққа оны да қимаймын ғой. Көргім келет, Алла жазса Бек Сұлтаннан. Дүркіреген шаңырақта бір жарық той. Досым деп сыйлап жүрмін мен сені де. Аққу ұқсап жарқыраған бір келінде. Бұйырса екен сендей көк бөріге. Әдемге досы. Досым ау сен жарқырап жүрсем болды. Менде де сол кездерде көңіл толды. Болды. Қолдауын сенің маған шабыт берет. Қиын кезде берейін менде көмек. Бір-бірімізге адал болып, ей досым ау. Жүрейікші көпшіліктен елден ерек ай. Мен домбыра тартсам машина ғой. Домбырамды ұмытып кеттім үйде. Қазір енді отырмын мұңлы күйде. Шабытым күшті кетіп отыр. Достыққа адал болып жүрейікші. Өмірді ойнап күліп сүрейікші. Бәрінде бар бір-бірден проблемасы. Сырымызды көзден оқып білейікші. Бүгін мынау семейде семен жатып, ертең досым өз үйімде түнейінші. Қайырлы. Ары қарай шабытым бітіп қалды жота. Аяқ асты Семейге келіп қалдық сол.
Hoş geldiniz. Шәкәрім ағамыздың үйіне қонақтамыз бүгін. Мына жерде ағаларымыз бар міне. Әдемілеп күтіп алып жатыр міне. Дастарханға зиги-загиді қойыпты татауы. Қазір болған қызықтарды салам. Осындай шапан сыйлады. Осындай кітап бар міне. Олжасқан келеді деп жиналыпты, сөйлейін аттық баяқ шығындалмай. Шәкәрім зиги-заги қоп қойыпсың, білмеймін сыр бар екен мұның қандай. Жаңа ғана қымызды ұсындың ғой, балқытып жіберетін буындардай. Олжасқа да зиги-заги қоп қойыпсың, өз бидайын өзіне қуырғандай. Думанды қыздырайын мен бүгінгі, жүректен ұсынайын енді жырды. Қайын жұртқа қош келдің деп айтайын, Айбек осылайша белгі қылды. Олжасқандай күйеу баламыз келді ғой деп, демеймін бұл қарт семей болды мұңлы. Пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған деп өзіңе де ұсынылды төр бүгінгі. Бүкіл қазақ Олжасқан айтып жүр ғой екі бастузға жасаған ерлігіңді. Шәкәрім хабарласса қуанамыз, қонақ қып күтеміз деп ендігімді. Қазақтың қарт семейдей қаласы бар, Абай Мұхтар Шәкәрім бабасы бар. Жан-жақтан қонақтар кеп жатқан кезде жайым жоқ, сөз таба алмай алас ұрар. Семейдің Олжастай күйеу баласы бар, жарнамалайтын зиги-загасы бар. Бәсеңдетпей сөйлейін шабысымды, бұл өмір қамшының сабысымды. Өзіңді жақын танымасамдағы бақылап жүрген жанмын әрісіңді. Әйтпесе бұл өгерлер көп емес пе, байқатам деп жүрген елге әдісімді. Табытпен таңғалдырам дегендер бар, оған мынау қазақтың бәрі шулы. Орысша сүлдірлейтін біреулер бар, қолданам деп жүрген рас шанысымды. Бірақ сен ондайларға жоламадың, жаратқан бір өзіңе бақ ұсынды. Қазақтың бір баласы болғандықтан құдайым арттырс екен шабысыңды. Талай жанға көмектесіп жүрген жансың, ақ батамен ел саған жол ұсынды. Жақындардың барлығына көмектесіп қолдан келсек создың ғой қол ұшыңды. Тәрбие ғой қазаққа қуат берген, өлең жыр ғой қазаққа ұнап келген. Қуаныштан құрайын бүгін өлең, несіне қонақ келсе күңірленем. Олжасқандай күйеуге тілейтінім, бақытты бол қарындас бота менен. Шынымен қайнағаңның бәр осында, бауырлардың барлығына мың рахмет. Бірге жүрген өмірдің додасында, қазақтың жігіттері болғандықтан сайраңдаңдар қазақтың даласында. Осылай өз ойымды мәлімдермін, бағы жанған жігітті бағым дермін. Горилла, Ред Булы бар, басқасы бар, бұған дейін олардың бәрін көрдім. Сендерге бір қызықты айтайын ба, қолдап мені бұл жерде жалын бергін. Зиги-заги жарнамасын көрсетушем, ақиқатты тағы бір мәлімдермін. Олжасқан келгесін бен жоқ әйтеуір тұңғыш рет мұның да дәмін көрдім. Әрбірден соң күйеу бала келгеннен соң барлық мейман көз салды жалпы осында. Олжасқан қарт семейге келгеннен соң шапан жауып қайтарайық арқасына. Тірліктен іздеп келеміз пайда. Туған бауырым. Қонақ болып келіп жатқаннан кейін күйеу баласы сыйлаған ғой пайғамбарымыз. Алла разы болсын. Шәкәрім ағамыз бір мощный бір моншаға келді осындай Семейдің. Съемочный команда бүгін бір демалады. 2 күн тоқтамай видео түсірді бұлар ютубқа сендерге. Семейдің қызын алсаң осылай күтеді сені. Семейге келген бірде бір себеп осы ағайын. Сіздерге ютубқа қызықты контент түсіру үшін. Енді мен бұл жаққа не үшін келгенімді расымен білмеймін. Неге білмеймін, оны сіздер ютубта көресіздер. Қазақстанда ютубты қолға алмасам, ешкім бір жарып контент түсіріп атқан жоқ ау ютубта. Кезінде осы ағаларымыздың вайнын көріп өстік қой. Картоп ТВ жаратын еді. Жігіттер қыздар тұра әбіршіп кетті. Съемканың 3-ші күні ютубқа
сендерге қызықты контент дайындап жатырмық. Аяқ асты Семейге келіп қалдым. Мына жерде Семей деген жазу тұрады, сол жағында көресіңдер, сол жерге тоқтаңдар. Соңғы рет Семейге ботаны ұзатуында келгем. 2 машина болып келіп қалдық Семейге. Күтіп алатын бір адам бар ма? Біреу күтіп алатын деді. Сендер ол кісіні танитасыңдар бәлкім. Енді қызықты контент шығады YouTube-қа. Сендер білесіңдер ғой мен қалай түсіретінімді. Тек сендерден қолдау, жарай ма? Алланың қалауымен съемкамызды аяқтадық. Алла қаласа енді результат күтіңіздер. YouTube-та қатып қалдығы. Өмірімде істемейтін нәрсені істедім, негізі істемеген. Содан